Сәлем. Ең жақсы камера ол қалтаңдағы камера, және немен түсіретінің маңызды емес, маңыздысы кімнің түсіретіні деп жатады. Бірақ та қолыңда 11-ші iPhone болса бәрі де мүмкін, ал Samsung болса қалай? Кеттік. Sticks and stones like skulls and bones, we're hiding in the truth. The empty throne is overgrown. It's time for something new. We feel like change is overdue. You know what to do. It's written in our names like the blood in our veins, and I can see the view. Open fields of blue with colors on our faces staring into you. We can rule the world, and we can rule the world, and we can rule the world. Androidпен түсірмес алдын біз мына қарапайым кеңестерді біліп алуымыз қажет. Өте банальны, бірақ өте маңызды. Ең біріншіден, настройкаңызға кіріп, камера баптауына кіріп, 1080 60 кадр в секунду дегенді таңдап алыңыз. Түсінем, көптеген Samsung'тарда 60 кадр деген жоқ. Жоқ болса, енді уайымдамаңыз, 30 кадр дегенмен түсіре беріңіз. Жалпы бізге кадр в секунду деген не үшін керек? Бұлай қарап отырсаңыздар, не үшін керек? Біз замедлить еткенде атмосфера беру үшін, более плавно болу үшін, Samsung'пен более стабильно болу үшін, сол үшін қажет. Тағы да көптеген Samsung'тарда фиксация деген бөлім жоқ. Ол жоқ болса, сіз камераңызды қозғалтқан сайын экспозицияңызды ойнап, кадрыңызды арзандата түсіреді. Ол проблемадан шығу үшін Open Camera деген программаны жүктеп алыңыз. И сонда блокировкасын қосып, әрі-бері қозғалтсаңызда экспозициясын ауыстырмай, профессионалды түрде Samsung'ыңызбен ақ түсіре беріңіз. Рахмет, біз монтажға еттік. Ой, келіп қойдыңдар ма? Қазір біз монтаж жасаймыз. Жоқ, ноутбукпен емес, Samsung'пен. Достар, біздің монтажымыз Samsung'та VN деген бағдарламада жүретін болады. VN-ді өте керемет тәсілмен Play Market-тен жүктеп алсаңыз болады. Кіреміз, плюсты басып, новый проект дейміз. Сізге түсінікті әрі қысқа болу үшін мен сізге 1-2 кадрмен ғана бүкіл интерфейсін түсіндіре кетейін. Кеттік, 1-2 кадрымызды жүктеп алғаннан кейін ең алдымен бізге қандай форматтағы видео керек екенін біліп аламыз. Мысал, бізге 16:9 YouTube форматында, Instagram форматы керек болса, осымен шығарамыз. Немесе 1:1, 4:5 Instagram форматы болса, сонымен де шығарсаңыз болады. Ал сторисқа 9:16 форматын қолдана аласыз. Данный момент бізге осы 16:9 форматы ыңғайлы. Дальше біз, егер де видеомыздың дыбысы болса, мысалы осындай, түсіріп атқан кезде өлең айтқан сияқты өзім. Бізге ондай музыка керек емес. Үстін басып, объемды басып, 0-ге теңестіріп тастаймыз. Және де ең алдымен білу қажет нәрселер бұл бізде музыка қою. Музыка қою үшін шетіндегі осындай заттар бар. Жерде музыканың саты тұрады, и звукты басамыз. Біз өзіміздің бар музыкамызды қоссақ болады, и өзінің таңдап берген музыкаларын қоссақ болады. Жалпы бұл әлемде музыка көп. Қандайын қосам десеңіз, өзіңіз білесіз. Тағы да текстқа келсек, бұл жердегі тексттар, әрине шаблонный тексттар болады. Мен фокусировым кетіп қалды. Шаблонный тексттар болады, басына қосу үшін. Текстті жазып аламыз, әртүрлі шаблондағы тексттар бар, онымен өзіңіз ойнап көрсеңіз болады. Біз таңдап берген өзінің тексттарына жазу жазып қойсақ болады. Мысалға, 3 қоңыр. И оны үстінен басып, әр жерге өзіміз қалағандай мынандай үлкейтсек, кішірейтсек те болып жазып қоямыз. Және достар, текст таңдаған кезде ол текстіңіз детский болып көрінбеу үшін
әдемі кино сияқты көрінетін тексттерді таңдап аласыз. Біз VN мен тағы не істей аламыз? Бүкіл программада бар сияқты біз оның скоростін төмендете, көбейте де аламыз. Стандартқа кіріп, немесе кривойға кіріп, басынан, ортасынан и соңына қарай тез болып кеткен қаласаңыз, осындай ползуноктармен ойнасаңыз болады. Немесе стандартына түсіріп, қысқарта аласыз. Және бұл программа арқылы видеоның үстін басып, қай жер сізге керек емес, сразу разделить етіп, қажет емес жерін удалить ету арқылы видеоңызды сұрыптап, сортировкалап алсаңыз өте керемет болады. Тағы да достар, мен сіздерге өте пайдалы нәрселерді көрсетейін. Егер видеоңыздан бір кадр келатқан кезде ұстап алу керек болса, заморозить дегенді басып, дәл видеоңыздың тұрған жері замороженный болып, кадр болып қалады. Егер сіз нечаянно басып қойсаңыз, мына бұрышта назад деген бар. Қараңыз, осы бұрышта бассаңыз, дәл сол қалпын алып тастайды. VN-ның тағы да өте керемет жері, екі видеоның ортасындағы плюс бар ғой, переход деген нәрсе сол. Соны бассаңыз, бұл жерде әдемі переходтар бізге көрсетілген. Фучух деген переходтар бүкілі осы жерде бар. Ішіне кіріп кетсеңіз болады, тағы да шығып кетсеңіз болады. Өте керемет шаблондармен сіз переход жасай аласыз. Даже айфондағы видеолипта жоқ ондай переход, так что өте керемет бағдарлама. Тағы да VN-ның артықшылығы FX деген бөлімінде переход керек болса келші бауырым деп біраз переходтың түрлерін осында сақтап қойған. Үстінен басып, қажетті жерімізге орнатып, әдемі переходтармен достарымызды таңдалдырымыз ғажап емес. Бұл VN-да фильтрлардың өте қажетті керемет түстері бізге берілген. Қараңыз, бұл жерде қаншама тегін эффекттер, пресеттер, луттар бар. И тем более сіз мұнда цветокоррекция жасасаңыз болады. Ол фильтрдік ішіне кіргенде настройки бөлімінде. Осындай ползуноктарды ойнатып, қарап өзіңіздің вкусыңызға келтіріп, цветокоррекция мен кино сияқты эффект беру ғажап емес. Және жасап болған видеоңды қалай сохранить етем десеңіз, осы бұрышта көк болып экспорт деген жазу тұр. Мұнда біз 1080, 30 емес, 60 кадрды таңдағанымыз жөн болады. И потом дальше по умолчанию осыны басамыз. Сосын бізде экспорт жасалыну ползуногы осы жерден өтетін болады. Кейін барып біз сохранить на альбом деп өзіміздің галереямызға аламыз. Ой, камерам инстаграмыма қарай кетіп қалыпты ғой. Реклама емес, просто жай. Достар, біз видео барысында Samsung-пен түсірдік, монтаждадық. Нәтижесін өзіңіз көрдіңіз. Ал енді ойланыңыз, Samsung-пен творить етуге бола ма, болмай ма? Сау, саламатта болыңыздар.